Достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі видеомда сіздерге декларация 270-тің тапсырылу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен осы приложениені Е-салық азамат приложениесін Play Market'тен жүктеп аласыз. Және осылай кіріп, настройки профилға кіресіз. Мына жерге ин номер жазасыз. Войти. Әр қарай сіздің номеріңізге код келеді. Номеріңіз мобильді азаматтар базасына тіркелген болу керек. Сол номерге келеді. Сол кодты енгізесіз. Енді өзіңізге ыңғайлы бір парольді 4 саннан тұратын пароль қойып қоясыз. Код. Мен бұлай қоямын. Енді бұлай кіріп, сдать декларацию деген батырманы басып, подать декларацияны басамыз. Осының ішінен декларация 270-ті таңдаймыз. 2021 жыл өзі автоматически шығып тұрады. Вид декларации первоначальный деп таңдайсыз. Иніміз түсіп тұрады. Код. Өзіміздің облысымызды таңдаймыз. Соның ішінде қаланы таңдаймыз. Әркім өз адресін енгізеді. Және мына жерге окейді басып, продолжить батырмасын басамыз. Енді сведение о доходах. Мына жерге 2021 жылғы табысыңызды жазасыз. Оның ішіне бір жыл бойғы айлық, баланың ақшасы кіреді, дарадовой, послеродовой болған жағдайда сол ақшаны есептеуіңізге болады. Қандай табыс кірді, сол табыстың барлығын қосып есептеп осы жерге жазасыз. Бұны толтырдық. Енді 2021 жылы үй немесе машина сатып алған жағдайда оны мына жерге толтырасыз. Добавить деген кнопканы басып, вид имуществоға, мысалы, үй сатып алсаңыз, мынаған галочка қойып, осыны таңдайсыз. Мына жерге кадастр номерін жазасыз. Үйдің енгіздім. Код страны. Так, Қазақстан. Міне. Осылай, енді қанша ақшаға алдыңыз, соны енгізесіз. Суммасын, үйді. Источник покрытия расходов. Үйді ипотекаға алдыңыз ба, наличный алдыңыз ба, наследство, мына жерде түрлер тұр. Соның ішінен өзіңіздің жағдайыңызды таңдайсыз. Әрі қарай үйді сатып алған адамның үйдің егесінің енгіздім. Суммасын енгіземіз. Егерде үйде машинада сатып алған жағдайда тағы добавить деп басып машинаны енгізуге болады. Бұны толтырдық. Енді осы 2021 жылы үй немесе машина сатқан болсаңыз, оны мына жерге енгізесіз. Добавитті басып, дәл жаңағыдай мына жерден видін таңдайсыз. Машина ма, үй
үйма, басқа да заттарма осы жерден таңдап әрі қарай толтыра бересіз. Толтырдық. Енді продолжить батырмасын басамыз. Енді сізде электронды кілт болу керек, соны осы соткаңызға дайындап алуыңыз керек, жүктеп әрі қарай подписайтты басасыз. Мына жерде электронды кілтіңіздің екінші түрін таңдайсыз, RSA-ны, өйткені қол қоятыны сол. RSA. Осы RSA-ны таңдайсыздар, екіншісін готово. Паролін жазасыздар кілтіңіздің. Осылай шығады. Отправить. Осы жерден, мына жерден өзіңізге көшіріп алсаңыз болады, немесе басқа да WhatsApp желілеріне бөліссеңіз болады. Мінекей біздің декларациямыз дайын. Осылай WhatsApp-та бөлісіп алуыңызға болады.